Hazır büyüdün bayağı tentek bozuklar Kaytadan bugün aydılar Mektepte kalgan kızıklar Bugün de бар деп жоспарда Жетелеп жүрген көшталға Арнадым осы әнімді Сыныптас құрбы достарға 10 жылдық 20 жылдықта 30 жыл 40 жылдықтан Жетіңдер 50 жылдыққа Бауырың бүтін басаман Бүгінді бар деп жоспарда Жетелеп жүрген көшталға Арнадым осы әнімді Сыныптас құрбы достарға 10 жылдық 20 жылдықта 30 жыл 40 жылдықтан Жетіңдер 50 жылдыққа Бауырың бүтін басаман Жетіңдер 50 жылдыққа Бауырың бүтін басаман Аса өмір арнасында Шатықса десесің менен 10 жыл мектеп партасында Бірге отырдым өзіңменен Сездіруге Қайда біргеді осындайда ешір қайып беремін Елес беріп келешегін Қимасыңа баладың ба Қоштасарда неге сені Жас отырды жанарыңда Сездіруге батпадың ба Бала махаббатымды Терезенің жақтауына Ойып жазым атыңды Енді ондай бала болмайды. Құрметті мұғалімдер, сіздер енді 2-3-тегі баланы отырыңдар. Енді ондай Айбар! 40 жылдарда кездесу. Так, осы жерде не болмайды деп еді. Buradan tındasın da mı? Solamay. Ya şunu айтам ғой. Іңкәреті батары таңда Қош бол енді бала көктем Бізді ауыз сапарларға Шақырады самолетпен Сездіруге батпадың ба Бала махаббатымды Терезенің жақтауына Ойып жазым атыңды Какой маза прямо там, надо будет.
баласын шықпайтын тойлап дүбірден, шаршамайсың әлі де ойнап күлуден. Сезіміңді селт етсін бұраң бел ару, қоштасайшы ертерек бойдақ күніңмен. Сезіміңді селт етсін бұраң бел ару, қоштасайшы ертерек бойдақ күніңмен. Ей менің құрдасым, көңілде бір шалмасын, болсын деймін өмірде екеу бір басын. Қалжың айтар әзілдеп менің достарым, бәрімізде бір жылдық болып туғасын. Ей менің сырласым, көңілде бір шалмасын, болсын деймін өмірде екеу бір басын. Қалжың айтар әзілдеп менің достарым, бәрімізде бір жылдық болып туғасын. Сұлуларды ете бер әніңмен ғашық, үйленуден боп қалар тәңірден нәсіп. Бой жеткенге қарамай сен жүргеніңде, кетпесінші бетің. Bismillahirrahmanirrahim. Inni idhan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah qala ya layta qawmi يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنا صلى جنة وقصد لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه أبو الله دانيار Molla Nazarullah Ağcan, Jolda Allah Murat, Almas kızı Akbulkın, Udüdülü kızı Fatma Yallah. Rabbim Allah, dinim İslam, kitab Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cevapla ve nasibet. Ülke iman, tedbir, bereket ve rahmetullah. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bilir. Ustazlar, apaylar, kızlar, jigitler, 1986 yılı bitirgen
оқушыларымыз құраласында бүгін ниет қылып қызымыздың басталып жатыр. Біріншіден арамыздан кеткен достарымызға Құран бағыштайын деп осыға жиналып отырмыз. Бүгінгі ниетіміз қабыл болсын. Жатқан жерлері жайлы болсын тасыстардың. Олардың ұрпақтарына Алла өмір берсін, дендері сау болсын, бақытты болсын. Ал енді бүгінгі немізді ашық. Бірінші өзіміздің апайларымыздан бастасақ, Зөйре апай. Отырып айтырыңыз. Жақындатыңыз. Қымбатты ұлдарым, қыздарым, барлықтарым, бас қосқандарым, 40 жылдан бір-бірлерімен шүйіркелескен ұлы тойларым құтты болсын, қайырлы болсын, бастарына бақ берсін, дәулетті болыңдар, өмірлі болыңдарына қайтқан кісілердің алдынан жарылқасын, оларды ұмытпайтындар ойын, сендердің балалық шақтарың, жастық шақтарында бірге болған достарым, жатқан жерлер жайлы болып, қалған ұрпақтар ол ата-анасының қолындағы бала-шағалары аман болып қызығын көрсін солар. Сендерге барлық уақытта жақсылық тілейміз біз, сендерді ұмытпаймыз, жақсы көреміз. Бағалай білсең бақ қонат дейді, бір-бірлеріңді бағалап жүргендерін, бір-бірлерін іздеп ұйымдастырып жүргендерге шексіз ризамыз. Рахмет айналайындар, өмірлерің ұзақ болсын, дендерің сау болсын, бала-шағалардың қызығын көріп, әрқашанда жақсылықта кездесіңдер бір-бірлерімен. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, патшамызға жақсылық көрсетсін, бала-шағалардың қызығын көріп, өмір бақи көргендерің той томалақ болсын. Қабыл болсын, ниет қабыл болсын. Аумин. Армысыздар, мен осыдан 47 жыл бұрын сабақ берген оқушыларым бүгін көріп риза болып отырмын. Сол кездегі түрлерін, сол кезде пенделерін көз алдында. Сол кезде ұйымшыл едіңдер, ұйымшылықтарын көріп, бірі мына араларынан кеткен қыздар мен балалар достарыңа ас беріп жатырсыңдар. Бүгін ниеттерің қабыл, мұраттарың асыл болсын. Қағидат көңіл айтамын, Мұраттың мамасын, Даниярдың мамаларын бәрін жақсы білем. Балаларымыздың жатқан жері жайлы топырақ толға қабір жарық болсын. Артында қалған ұрпақтары, ата-аналары аман болсын. Тек қана жақсылық болсын. Осы істеп жатқан тірліктерің Алладан қайтсын, Алла риза болсын, сендерге қатты риза болып отырмын. Әр уақытта бірліктерің жойылмасын, тек қана жақсылық болсын, аман болыңдар қайда жүрсеңдер де. Бүгінгі беріліп жатқан ас қабыл болсын деймін. Амин. Мен де баланың класстасы боласың, барлықтарды мен баламсыңдар, қызымсыңдар. Мынау айналайын, ниеттерің қабыл болсын, мұраттарың асыл болсын. Алла Тағала баламның өмірін қысқартып берген шығар. Баламды көргендей болған үшін сендерді көріп. Қалай тағдырға болдыңдар. Нұрлан бесігімен барып, қонақта болып кететін. Сол қыздардың үлкейген шығар. Ой, молодец. Ананың жүрегінен кетпей деген айналайындар. Анаға баланың тақсіретін орысы тақтырмасын. Алдында кету керек екен. Өмір бақи ұмытылмайтын нәрсе, жүректен өшпейді екен. Мен екі балам да жүрегімнен өшпейді. Ешқандай. Бақытты болсын, әйтеуір Мұрат жоқ болса да артында қалған келіндер жетілдіріп жатыр, жеткізіп жатыр. Рахмет, келінге есіктері ашып, Құрандарын оқытып жатыр. Өссін, өнсін, көгерсін. Мұраттың көрмеген қызы
көре берсін. Ержанның да қызы ертең кетейін деп тұр. Өзі оқуды бітіріп, үйінің 14-інде сырға салып ат кетеді. Ал Аралдың жігітімен табысып дейді, оқып жүргенде. Құдай қаласа сұрайға барамыз, үйден шығарып саламыз. 16-сында сол құдалығында боламыз сөйттен. Ержанның бала одан үлкенет, бала жолын беріп болды. Құдай қаласа. Өкілін шығыр болыңдар. Рахмет көп елеп, анасы бар ғой деп шақырып отырғандарыңа. Алла разы болсын. Айналайындар, өсіңдер, көріңдер. Өмір жастарың ұзақ болсын. 100-ге жетіңдер. Екінші баламда қайтыс болды ғой, Ержанында. Құрметті асқа жиналып отқан бауырларымның рахмет сіздерге. Мына інілерімдің еске алып рахмет қабыл бола берсін. Дендерің сау болсын, айналайын сіздердің. Жұмысшылықтарың арта берсін. Өрлі шүкірлі болатын, соның балалардың қызығын көре беріңдер, айналайын. Мына өмірдің өткендердің Шұбатқан жар Құда қаласа мұна еске алады деп. Мұна рахмет айналайын көп-көп жол. Абай. Мұна жолдастарына. Балаларының қыздарының қызын көре беріңдер, айналайын. Жатқан жері жайлы болсын, әнелердің кластастарының. Нағымен тоқырағы торқа жаным жанатта болсын. Қабыл болсын. Рахмет. Данияр кластасымыздың Құрметті қонақтар, қосбатыстардың әрмесіне жолдастарыңызға ас беріп отырсыздар, арнайы қабыл болсын. Ұмытпайсыздар ғой, ұмытпаймын, сендер көргесін бәрі есіме түсіп отыр, артында алтын асықтай ұлдар. Рахмет, осыларды жетілдіріп отыр, жөндері жетіліп отыр, балдардың қызығын көрсін, рахатын көрсін. Барлықтар мекенімде қызықшылық болсын, той болсын, өтеріне бастарың жұттарың жазылмай жүре беріңдер, аман болыңдар. Рахмет сендерге, астарың қабыл болсын. Анарбек, кластас автобусының жолдасы. Құрметті 86 жылы бітіріп, Құдай қаласа бүгін Құраннан басталатын араларына кеткен кластас қыздарына, ұлдарына Құран баштарына рахмет көп. Алла разы болсын. Құдайым не тілесін тілектерін қабыл, мұраттарын асыл болсын. Барлықтарымыз бүгінгізден қызықшылық болсын, береке болсын. Өсіріп ұл-қыздардың қызығына тоймай жүріңдер, ас қабыл болсын. Фатима Ғализбек, бұл кім еді ол ешкім? Келемдегі еді ол еді? Bir stoğa 4'te bak. Çok. Қайырлы күн, жамағат, бүгінгі беріп жатқан асымыз қабыл болсын. Өкініштісі арамыздан ете кеткені, жатқан жерлері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, оқытқан құрындарымыз қабірлерін нұрландырып тұрсын, біліп білмей істеген күнәларын кешірсін. Әрқашанда біз тілеулеспіз, Құранымызды бағыштап отырамыз, әрдайым есімізде. Айтады ғой қазақта, аталатсаң аталат, боталатпа деп. Апа, ағалар да отыр барлығы. Әрине соның бәрін көру өте қиын, әсіресе анаға, әйелдерге, келіншектерімізге де
сол артында қалған ұрпақтарын өсіп өндіріп қатарға қосып жатыр. Айтады ғой, жұмақтың бір жерде бір орны осы күйеуінен ерте айырылған бала шағасын жеткізген келіншекте жұмақта бір орын бар екен. Құдай қаласа бір орын нәсіп етсін жолдастарына. Біз балаларымызға күнделікті тәрбиені береміз ғой, бірақ ол кісілер ерекше береді тәрбиені. Неге? Ұят болмасын, ертең папаларының атына кір келтірмесін, олардың да құрдастары бар, достары бар, ертең құда болады, құдандалы болады. Соның бәрін ескеріп қамтып отырады. Біз бер жағын ғана қамтуымыз мүмкін, олар бүкіл жерді қамтып отырады. Келіншектеріне Алла разы болсын. Ал апалар, ағалар, сіздерге де солардан қалған немерелеріңіздің қызығын көріңіздер, шөберелеріңіздің қолынан май жалаңыздар. Сіздерге де ауыр түсінем, амал жоқ, бірақ тағдырдың жазғаны солай шығар. Класстастарымыздың әрқашанда жақсы істері ойымызда. Ешқандай менің ойымда, ешқандай олардың бір қате тірліктерін, бір жаман сөз айту, болмаса бұзықтық деген менің есімде қалмапты ешқайсының. Бәріміз кешке сабақтан бірге қайтамыз, ол кезде 125-те оқимыз ғой. Мұрат бар, Данияр бар. Сонда Мұрат ауылым деген өлеңді бақыртып айтып келетін келгенше. Данияр да сондай гөр етіп, сенің даусың самолеттің қонайын деп атқан дауыс сияқты деп әзілдеп едік. Сондай жақсы қасиеттерін бәрін айтып отырсын деген шығар. Ахан да өте момын жігіт болды. Ақтолқында соңғы рет осы бір тойханада көрдім, өзі келіп таныдың ба деп жатыр, танымай қалыппын. Сен менің сіңлімді алып отыр екен шырайымды. Екеуміз құдағай болып шықтық ақырында. Барлық жақсы қасиеттері біздің есімізде. Нағылдеңіз ұлдары, қыздары өсіп, қызықшылығын көрсін, сол қызықшылыққа біз де ат салсайық, біз де құр қалмайық, біз де үлесімізді тигізейік. Айта берсін естелік көп қой, жатқан жерлері жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Сіздерге де келіп, класстастардың арасында болып, өз балдарыңыздай, өз бауырларыңыздай көріп, мақұмдарыңызды басып атқан жарсыздар. Беріп атқан асымыз қабыл болсын. Жоқ, айқа. Барлықтарыңызға қош келіпсіздер дейміз. Мінекей бүгін Алланың сәтін салып, 40 жылдықтан кейін кездесу ұйымдастырып жатырмыз. Сол кездесуіміздің басы өмірден өткен класстастарымызға Құран бағыштауменен басталып жатыр. Бүгінгі беріп жатқан, оқып жатқан Құранымыз қабыл болсын, жандары жанатта болсын, алдары пеш арты кеніш болсын дейді ғой. Енді жаңа Мадина айтып жатыр, енді мен 9-10 класста келдім, бастауыштан бастап оқыған жоқпын. Бірақ Даниярменен 9-10-ды бірге оқыдым. Менен кейінгі партада отыратын артымызда. Арасында айтып қоятын жаңа Мадинаның айтқандай күреңдікті өзіне бір дауысы бойына сай болатын. Даниярдың өткенде чатта айтып жатыр ғой, қыздардың біреуі Индияның киносындағыдай актер сияқты деп. Сол актерға ұқсайтын Данияр. Енді алдында қалған ұрпағына, бауырларына өмір берсін, ұрпағымен мың жасасын, артында тұяқтары бар. Солар аман болып, солардың әрбір қадамдарына барлығымыз ортақтасып қуана білейік, қуанып жүрейік. Енді Алла жазса, әр кездесуімізде ортамыз ортаймай, осы ортамызбенен кездесіп жүздесуді Алла нәсіп етсін деймін. Барлықтарыңызға, дендеріңізге саулық, отбастарыңызға амандық болсын.
ағайларымыз арамызда аман есен жүре берсін. Қабыл болсын. Әкемен сөйлеп тастайын жеңіз. Алла разы болсын. Ал жамағат келіп жатқан нақуарында башылар жасар, қабыл болсын. Нәкекен кластастарымыздың жақын жер жанаттың болсын. Перештің есік арылып жанаттыңыз болсын. Қалған ұрпақтарына өмір берсін. Ұстағандары алтын болсын, жеңіндері барлық болсын. Отқан жері алтын тақ болсын. Қалғандарымызға бәрімізге де өмір берсін. Қабыл болсын. Алла разы болсын. Осы ұлы сияқты сөйлейін дегендер. Жанат. Сұлтанат, алыстан деп отырсың ғой. Құрметті жамағат, қош келдіңіздер. Бүгін қырғызылықтың бастауы ғой, енді мына бастамасын қабыл болсын, артында қалған ұрпақтары аман болсын, өсіп өрілсін. Көңілден көңіл су ішеді дейді ғой, тек ұрпақтар аман болсын. Бәрі де әрқайсының орны бөлек қой. Аханда классы, Мұрат пен Даниярдың орны бөлек. Арамызда Фатима бар, Ақтолқын бар. Әрқайсының орны бөлек. Жатқан жерлер жайлы болсын, ұрпақтар торқа болсын. Алда кеш, кеніш болсын. Өтпеген, білместеген күнәлар болса кешірсін. Амал дәптерін оң жақтарынан қойсын. Ендігі жерде тек жақсылықты кездейік. Қалыңыз. Құрметті асқа келген жамағат, құрметті кластастар, бүгінгі кездесу кешіміз тек қана қуанышты кездесу емес, осы кластастарымыздың еске алу кеші деп те есептеймін. Өкінішке орай бала кезімізден бәрі бір класста оқып, бір класста ойнап, нағыз балалық шағымызды бірге өткізген кластастарымыз арамыздан кетіп қалды. Бұл Алланың қалауы. Енді мына Данияр кластасымыз біз екеуміз жанұямызбен жақсы араласты. Өте керемет жан, ақ көңіл. Жаңа қыздар айтып жатыр ғой, осы көмектескісі келіп тұрады. Әзілдеп айтады, жауырынға осы Даниярды алып жүреміз қасымызға. Бәрі таниды оны. 365 байқанып бар, менің танымағанды кім таниды деп жүретіндігін. Сосын біреуге қарыз ақша берсе, оны еш уақытта қайтып сұрамайды, өздері бергенше. Сондай ақ көңіл жан болды. Мына Ақжан, бұл екеуміз бір атадан туған бауыр болдық. Оның да өте ерекше өзінің орны бар. Өте сабырлы, саспайтын. Біз кемшісі болса, ол бәрін жаймен қабылдап, бәрін спокойно шешетін. Бір ғана оқып жүрген кезінде пойызға шығарып саламын деп, ол кезде грузовый көлік айдап, сол көлігімен мені пойызға шығарып саламын деп, ол кезде грузовый алтын ручкасымен айналдырып оталдырады ғой ол кезде. Сол от алмай, екеуміз пойыздан қалып қойғанбыз. Сода шиелге дейін мені қуып, шиелден мінгізді сол пойызға. Сөйтіп сондай арасында қызық жағдайлар болды. Ақтолқын қызымыз қандай ақ көңіл жақын қыз еді. Ақ көңіл, әрдайым көңіл жүретін ол. Мұрат бауырымыз бұл да жаңа аузын ашса жүрегі көрінетін азамат еді. Ол көктем болса біз Мұраттың тауға көшкенін күтеміз. Сол мал бағат, сол тауға барып, бір асыр салып, дем алып қайтатын едік. Сәлеме екеуі сол
Сәлем айтады, магазин нан алып кешті өтеді, тауда әбден тавана жіберіп қойған. Сол нан алып барады, соны бір тоқысы жеп қайтамыз. Осындай жақсы кездесулер болды. Фатима кластасымызда осы чап ашылғалы, атсалысып 40 жылдық кездесуге жеткісінде сол атсалысып жүріп, ол кісі де аяқ астынан кетіп қалды, беріп адымнан. Дегенмен де Аллаға шүкір дейміз, артында қалған ұрпақтары бар, жақындары бар, бауырлары бар, бала шағалары бар. Соларға Алла сабыр берсін, олардың көрмеген қызықтарын сол кісілер көрсін. Бүгінгі беріп атқан Құран қабыл болсын, жатқан жерлер жайлы топырақтары тоқа болсын, ел тыныш жұрт аман болсын, қатарымыз азаймасын. Осы отырған тілегімізді Алла Тағала қабыл етсін. Ал құрметті кластастар, бүгінгі жиналып отырған себебіміз арамыздан ертерек кеткен Данияр, Ақжан, Ақтолқын, Мұрат мен Жаппас Асылхан. Жиналып отырған себебіміз соларға құран бағыштап жатқан жайымыз бар. 40 жылда басымыз қосылып, өзімді шынымды айтсам апайларды көріп, жас шағымызды еске түсіп жатыр. Осы тілімізді ашқан, тәрбие өнеге берген осы апаларымызға рахмет айтайық. Алдымызда отыр. Нағдимыз оқып жатқан Құранымыз қабыл болсын. Мынау енді арамыздан ерте кетті ғой, бірақ Абай айтып жатыр, әрқайсының өзінің бір мінезі, қылығы бәрі бөлек, бірақ енді есіме түсіп жатыр, көңілім шамалы босап отыр. Мен енді шынымды айтсам Ақжанмен жақсы, екеуміздің арамызда бірақ ел болды. Мен қызықты айтсам, мен айтпай қояйын, бірақ мынау оқып жатқан Құранымыз қабыл болсын. Мынау біліп істеген, білмей істеген кінәлар болса, Алла Тағала бәрін кешіріп, жатқан елдерді жарып, жұмақтан болсын. Осы айтады тілегім. Ассалаумағалейкум. Кластастарым, апайларым мен өзгерген 40 жылдан кейін кеше есік ашып бала болып школға барып едім. Бір үйдің атасы, бір үйдің әжесі болып отыр. Арамыздан біраз кісілер кетті, сергедік деп жатыр, еске алып жатырмыз. Біз негізі өмірде асығып жүреміз ғой, өмірі асықпайық бүгінше. Бүгін барымыз, бағалайық бірімізді, жоғалтқасын өкінбейік. Апайларымызға, үлкендерімізге мың алғыс. Мұраттың мамасы отырмыны талай қолынан шай ішіп тамақ ішіп едік. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, апатай. Ауырмаңыз, ғасыр жасаңыз. Мақтанасыз ғой сіз. Екі баланың ерін деп айтсыз. Бала менің қазақ сынамасын деп айтады. Сынақтың артында бір қайыр жақсылығы ашылар. Ауырмаңыздар, апайларымызға мың алғыс. Көзімізді ашып, бәріміз қазір бірдің азаматы, азаматшасы болып өсуген батырмыз. Анда өмірдің өткен бауырларымызға айтсақ, кезек келсек, енді оның жас жері көп айта берсек. Айтып отыр Мұрат. Жаңағыдай тоқ қойшауға барамыз. Мұраттың өзі далаңдап бара жігіті ғой. Аузына шасқа жан көрінетін. Данияр екеуміз әскерде бірге болғанбыз. Бірге оқыдық, бізге әскерде бірге келді екеуміз. Даниярдың үйіне келіп екеуміз. Енді көп көре алмады. Ақжан бір жағынан бауырым. Ол да военный жағына барып, өз міндетін атқарып, пенсияға шығып, Алматының қақ ортасынан бала шағасына, әйеліне бәрін үй-жай жасап, өмірден бара берді. Енді Ақтолқын сағатай отыр ғой. Ақтолқын кеше ғана осы Талаптың тойында кездесіп, сен қай жағынан жүрсің деп. Ауыл ел деген араласып отқан ел ғой. Шатасы бірін сұрасаң, бір жағынан құдасы, бөлесі, бір жағынан жақын Фатима ол да кластасымыз. Ал ауырмаңыздар, өзгеріп туған батырмыз сіздерді неше жылдан бері. Қазір отырмыз ғой, бір Алла біледі,
өміріміздің қай тараптарына қай жерге келгенімізді білмейміз. Сол сияқты қадірімізді барымызда сіздесіп сыйлап жүрейік, асықпайық. Оқытқан құрамымызға қабыл қылсын, ниеттеріміз Аллах қабыл етіп, бермеген бала шағасына, аналарына берсін, жас күндеріміз жас көп болсын, ал отырыстар жалғастырсын, ауырмаңыздар. Ал енді видеороликті көрейік.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum ustazlar, ağalar, hemşireler. Allah Teala жасап жатқан амалдарыңызды қабыл алсын. Жалпы сіздер бітіргеніңізде біздер дүниеге келіп жатқан екенбіз. 40 жыл болды. Аллах Теала ұзақ ғұмыр берсін. Бұдан да жақсы кездесулерді болып нәсіп етсін. Енді барлықтарыңыз қазір ата болып жатсыздар, біреулеріңіз әже болып жатсыздар. Арттарыңыздан сондай бір немерелеріңіз өсіп келе жатыр. Қарап тұрсақ, уақыттың зымырап жатқанын көріп отырық. Бұл кісілердің дүниеден өткеніне 10 жылдан аса уақыт болған екен. Бірақ кеше болған секілді, мектептегі уақытты кеше болған секілді әпшелеріміз айтып отыр. Жалпы өмір заңдылығы осы негізі. Өмірдің заңдылығы. Өмірдің заңдылығы, мысалы, атам келген бірінші өмірге, одан әкем келген, одан кейін сен келгенсің да. Келу тәртіп заңдылығы. Бірақ кету заңдылығы басқа екен да. Ол кім бірінші келді, сол бірінші кетеді деген нәрсе жоқ екен. Кім соңынан келді, ол соңынан қайтады деген нәрсе жоқ екен. Сол себептен Аллах Тағала бір кереметі өлімді жасырып қойған ғой, кім қашан өлетінін білмейді. Егер ол қашан өлетінін білсе, оның мазасы кетеді. Мысалы, біреуге врач сен бір айдан кейін дүниеден өтесің десе, ол сұла бойы артқа кетеді. Мысалы, диагноз қойған кезде де өз-өзін тастап қойып отқан кісілер бар. Жалпы негізі мынау Құран оқытып жатырмық қой. Құран бұл Аллах Тағаланың бізге түсірген кітабы негізі. Ол кітапта мына өмірдің заңдылықтарын көрсетеді Аллах Тағала. Көрсетудегі мақсаты адамның бұл өмірде мәңгілік емес екендігін айтқысы келеді. Мына өмірдің үстінде. Бірақ біз мәңгілік үшін жаралған екенбіз. Біз мәңгілік үшін жаралғанбыз. Бізде жоқ болып кету, ешқандай несіз қалу деген жоқ енді. Біздің мәңгілігіміз жәннат не тозақпен жалғасады. Осыны Аллах Тағала біздерге ескерту үшін елшісін Құранды жіберген. Енді пайғамбарымыз айтады, кім кімді жақсы көрген болса, солар бірге тіріледі деген. Ертең қияметте де, жәннатта да бірге бола алады деген. Кім кімді жақсы көрсе, солар бірге бола алады. Ерлі-зайыптылар да бір-бірімен жақсы көріп, сондай бір Алланың бұйырған нәрселерін бірге орындап, ғұмырдан өтетін болса, екеуі де жәннатта бірге болады екен. Оны Құранда Аллах Тағала келтіріп, отбасымен сол жәннатта отырып, біз кезінде ана өмірде отырып еске алатын ек, осындай жәннат барын айтатын ек деген секілді аяттар келтіреді екен. Біз енді мынау Құран оқытқаннан кейін біз Аллах Тағалаға сеніп тұрдық. Аллаға сенгеннен кейін қияметте жәннат тозаққа сеніп тұрдық. Аллах Тағала мына нәрсені айтқысы келеді да біздерге. Ойланбайсыңдар ма, ақыл жүгіртпейсіңдер ма деп, осы не тастайды бізге, ой тастайды. Біздің немізі, санамызы сілкіндіріп қозғағысы келеді. Біз сендерді болмашы бір тамшы судан жараттық. Оны ұйыған қан қылдық, оны ет қылдық, оны сүйек қылдық, оны қайттан ет қылдық. Сосын бір әдемі бір бейнемен жасадық дейді. Қарап тұрсақ, болмайтын бір тамшыдан судан келіп, IQ-ы сондай бір жоғары тұлғаға айналды. Аллах Тағала одан кейін мына нәрсені айтқысы келеді. Айналарына қарамайсыздар ма? Аспанды қалай жаратып қойдық біздер? Жерді қалай төсеп қойдық? Мына жеп жатқан жеміс-жидектеріміз, мына жеп жатқан күрішіміз, етіміз бәрін Аллах Тағала жасап қойған. Мына өмірге келген кезде бәрі дайын тұр еді. Біз ешқайсысын жасаған жоқпыз. Осы нәрселерді Аллах Тағала біздерге
жеткізгісі келеді, түсіндіргісі келеді. Енді 40 жылдарымыз болып жатыр да, не нәрсені бітірдік, не нәрсені артта қалдырдық, не нәрсеге жетіп жатыр деген нәрселерді не қылсаңыздар, есепке алсаңыздар, бір-бірлеріңізбен солай бір не қылсаңыздар, отырыс жасап тұрсаңыздар, керемет нәрсе. Қазір Жауырғанда мешіттер көбейді, Аллаға шүкір. Арттарыңыздағы өсіп жатқан балдарыңыз, немерелеріңізді мешітке берсеңіздер. Мынау пайғамбарымыз айтады, дүниеден өткен кісінің артынан 3 нәрсе барады дейді. Сауап болып. Мысалы, қазір біз тірімізде біреуге көмектессек, соның сауабын аламыз. Міндетті түрде. Енді адам дүниеден өткеннен кейін ол нәрсені жасай алмайды ғой. Ол нәрсені жасаушы артынан қалған бала-шағасы екен. Бала-шағасы бір жақсылықты жасаса, дүниеден өткен кісіге жазыла береді. Мына дүниеден өткен кісілердің артынан бала-шағасы қалған болса, онда Аллах Тағала ол кісілерге осы нәрседен қалап тұр, жақсылықты қалап тұр. Ол кісілер осы бір жақсылықты көбейте беретін болса, онда әке-шешесіне сауап жазыла береді. Сосын мынау достар, мысалы қазір сіздер, Алла разы болсын, дастархан жайып, дүниеден өткен кісілерді еске алып, соларға несін бағыштап отырсыздар ғой, құрап, ол да сауап барады. Осындай жақсы достардың болуы да өміріңізде қандай керемет нәрсе екен. Сіз өтіп кетсеңіз де, сізді еске алып, сіз үшін уайым шегіп, осындай бір сауаптарды жолдап отыруы қанибет нәрсе екен. Жақсы доспен дос болу, жақсы сыныптастармен бірге болу деген нәрсе керемет нәрсе екен. Жалпы пайғамбарымыз осы 3 нәрсені айтады. Дүниеден өткен кезде артынан барып тұрады деп. Сол себептен Аллах Тағала жасап жатқан амалдарыңызды қабыл алсын. Көріп отырсыздар, ұстаздарыңыз біраз жасқа келді. Баяғыда жап-жас еді. Кеше ғана сіздер балдар едіңіздер, қазір ата болып отырсыздар. Қазақтың керемет несі бар ғой, өлеңі. Кеше балайын келдің ғой талай жаста, көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде оранмасқа дейді. Алланы тану екен, ең басты мақсат Құдайды тану. Мына болып жатқан құбылыстар, процестер, заңдылықтардың бәрін бір Алладан басқа ешкім жасаған емес. Қараңыздаршы, қанша пайғамбар келген білесіздер ме? Құранда 24-25 пайғамбардың есімін атағанды Аллах Тағала. Бірақ одан да көп пайғамбарлар келген деп айтады. Енді қараңыздар, сол пайғамбарлардың бәрі бір Алла ғана бар деген ғой. Бәрінің келудегі мақсаты, құрметті ағайындар, Алладан басқа тәңір жоқ, бірақ Құдай бар біз жаратқан. Көп Құдай жоқ, біреу ғана деп. Бәрі осы сөзбен келе берген. Түсінсіз ба? Осы сөзбен келе берген. Мысалы дейді, сіз үйіңізде жатсыз. Балаңыз кірді да, әке есіктің алдында бір жылқы тұр деді. Сосын, дедіңіз де жата беріңіз. Екінші балаңыз кірді, әке есіктің алдында жылқы тұр деді. Сіз өзі, ойбай, шынымен ба деген ой келді дейді. Үшінші балаңыз келді, төртінші балаңыз деп айтса, өзі сіз нақты білесіз. Есіктің алдында шынымен де жылқы тұр екен ғой деген секілді. Неңіз орнығады. Сол секілді 25 пайғамбар Алла бар, Алла бар, Алла бар деп келеді, түсінесіздер ме? Біз Аллаға қарай қайтып бара жатырмыз. Біздің басқа шарамыз жоқ. Көріп отыр. Жалғыз біздің таныстарымыз, туыстарымыз, кластастарымыз ғана дүниеде тұрған жоқ. Әлем бойынша кетіп жатыр. Қанша адамдар. Бірақ соның барлығын Аллах Тағала менің құзырыма келіп жатсындар. Біз сендерді жараттық, және біз жақын айтасыңдар. Анау жаңғызаға барған кезде инна лиллахи ва инна илайхи раджиун дейді. Алладан келдік, және Аллаға қайтамыз дейді. Мысалы, Аллах Тағала Құранда тағы нәрсені айтады. Біз сендерге күш-қуат бердік дейді. Және мысалы жас кезде күш-қуатымыз тасып тұрады. Уақыт өте келе қартайған сайын күш-қуатымыз бойымыздан келеді. Сендерге күш-қуат бердік та, оны жаймен деп сақтап ала береміз дейді. Бұл Құранның несі да.
айтқан келіп тұрғаны ағалар, әпшелер, Алладан басқа жаратушы жоқ. Кім не десе, о десін. Егер басқа жаратушы болғанда, мына заңдылықтардың бәрін тоқтатар еді. Мына заңдылықтың бәрін өзгертетін еді. Күн шығып тұр. Қанша ғасыр, миллиондаған жылдар болды да. Аллах Тағаланы танып, оған ғана құлшылық ететін ғұмыр сыйласын баршамызға. Алла артына қалған ұрпақтарына салиқалы ғұмыр берсін, ағаларымыздың. Және де сол әке-шешесіне тоқтамай әрдайым жақсылықты жіберіп отыратын ұрпақтардан қылсын. Уақиғи дауана ва алхамдулиллах. Бәрі сөйлеп болды ма? Болды. Болмаса сөйлеңіздер, болмаса аяқтаймыз. Бата берсең, сөйлеңіздер. Расулханымның берекесін берсін, іштен үйген әруақтарға тие берсін. Мына ұлғысын жүріп отырсыңдар. Оған бауырлар, нағылымыз, сіздерге рахмет, көп-көп. Амин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر من الكافرين. أطعمنا وسقنا وجعلنا من المسلمين. اللهم هذا الطعام آكل، اللهم اجعل أولادنا دائما أولادنا عالما صالحا ولا تسلط علينا الظالمان. Rahman, Zat Subhan, Masmuz Tajirakum, Ruhan, Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, Aziz Baba, Ya Allah. Adam Aleyhisselam, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Arnaya, Ağullah, Danyar, Molda, Nazar, Allah, Akşam, Jolda, Allah, Murat, Joldasbek, Allah, Murat, Almaz kızı, Aktolgun, Ödetliyor kızı, Fatma. Rabbim Allah, dedim İslam, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a cevap ver, Allah özü nasip, kabul edin, Kur'an-ı Allah bilen oğuzana ver, Ferda oğuzana etmez, bir Allah. Sizlerge Allah şuvat versin, arqalay, Allah bala çağın razılığın, görü Allah sizlerge yazsın, Allah'ın nefsi, kul bana ba'da is hadaytana lantil vahab, ölge iman, tel bereket, halkımız aman, yerimiz tanış olsun, bir rahmetle, Allahu Ekber.